Өткен өмірге ренжи берудің еш қажет жоқ. Себебі өткен өмір ол артта қалды. Кейбір адамдар бар, өткеніне ренжігені соншалықты болашағына да балта шауып жатады. Өткен өмір қуаныш қайғысымен, ащы тұщысымен бірге келмеске кетті. Қанша өкінгенмен өткенді қайтара алмайсың. Бастысы уайымға салынба. Бүгініңмен өмір сүр. Аллаға шүкір етіп тәуекел жаса. Міне мен қазір бармын, тірімін, Аллаға шүкір. Өздігімнен жүре аламын, ойлай аламын, көретін көзім бар, ести аламын деп тәуба жаса. Өткенде жасаған қателігіңе Алладан кешірім сұра. Пайғамбарымыздың Алланың игілігімен сәлем болсын, мына хадисін ұмытпайық. Кімде-кім таң атқанда бала шағасының амандығына, өзінің әртүрлі ауру сырқаудан саулығына, сонымен қатар бір күндік азық түлігіне ие болса, бүкіл дүние сол адамның қолында болыпты.